Hello people, сәлем оқушылар. Бүгін Smiles 4-ші класстарға арналған People's Book'тан 96-шы беттегі тапсырмаларды ары қарай орындайтын боламыз. Сіздер видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және қайсы кітап оқушыларға арналған қайсы кітаптардың түсіндірмесі және жауаптары керек болады жазып кетіңдер, және каналға тіркеліп кетіңдер. Ал біз қазір тексті оқимыз. Бұл жерде текстте жоғарғы сөздер берілген, оларды керекті орындарға, дұрыс келетін орындарға қоюымыз керек еді. Және мен оларды қойып шықтым. Енді тексті оқимыз. Hello everyone. Can I ask you all to close your eyes for a minute and picture this? The young ones are playing, climbing, rolling in the mud and having fun, while their mothers relax close by keeping an eye of them. Where are you? At the playground? No, you are on a mountain in Africa watching a group of amazing mountain gorillas. Mountain gorillas are wonderful animals, but they could become extinct if we are not careful. There are only about 700 of them. To begin with today, I'd like to tell you a few things about these gentle giants. Did you know that they were only discovered in 1902? They live in the thick mountains rainforests of Africa, so they are quite well hidden from the world. Mountain gorillas look scary, but really they are very gentle creatures who live together in families and are mostly vegetarians. The family has got a big male leader called a silverback. The silverback looks after his family and will only becomes aggressive when he thinks his family in danger. He's just a good dad. So let's see why mountain gorillas might be in danger when there is hunting for a thing. Hunters kill the gorillas for food. They also chop off body parts to sell as souvenirs. That's disgusting. Another reason the gorillas are in danger is that their homes are disappearing. People are chopping down the trees in the rainforests for land, firewood, and houses. Today, people are working hard to protect mountain gorillas, their forests, and their way of life in the mountains. But why is this work so important? I will leave today with something to say about Diane Fossey, the famous scientist who studied mountain gorillas, once said, "The man who kills the animals today is the man who kills the people who get in his way tomorrow." Бұл мәтінді қазақша аударатын болсақ, сәлем барлығына, барлығыңыз бір минутқа көзіңізді жұмып, мынаны елестетіп көріңізші. Жастар ойнап жатыр. Өрмелеп, балшыққа аунап, көңіл көтеруде, ал аналары жақын жерде демалып, оларды бақылап отырады. Сен қайдасың? Ойын алаңында ма? Жоқ.
Сен Африкадағы тауда таңғажайып тау гориллаларын тобын тамашалап отырсың. Тау гориллалары керемет жануарлар, бірақ сақ болмасақ, олар жойылып кетуі мүмкін. Олардың тек қана 700-дей жуығы ғана қалды. Сізге осы нәзік алпауыттар туралы бірнеше нәрсе айту мүмкін. Сіз олардың 1902 жылы ғана ашылғанын білесіз бе? Олар Африканың қалың таулы тропикалық ормандарында өмір сүреді, сондықтан олар өте жақсы жасырылған. Таулар қорқынышты көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде олар таудағы гориллалар қорқынышты көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде олар өте мейірімді және нәзік жаратылыстар. Олардың көбісі вегетариан, яғни ет жемейді. Олардың және ер көшбасшылары бар. Олардың өздеріне отбасына қауіп төнген ғана агрессивті болады. Яғни тек қана отбасында қауіп төнсе ғана ашуланып, оларды қорғап түседі. Бүгінгі күнде адамдар оларды, гориллаларды қорғау үшін көптеп жұмыс жасауда, және тауларды қорғау үшін. Және осы гориллаларды зерттеген атақты ғалым айтады, Диан Фоссе деген ғалым. Кім егерде жануарларды өлтірсе, ол ертең оның жолында түсетін адамдарды да өлтіреді деп айтады. Біз бұл тапсырманы орындап болдық. Келесі. Афалаби деген мына жердегі мәтін берілген, ол өте қызықты мәтін. The town with the lazy people. Яғни бір ауылда барлық еріншек адамдар өмір сүреді, солар жайында қызықты мәтін. Let's read. Okay. Exercise 1. A long time ago in Africa, there was a town where the people were very lazy. They just didn't want to do anything. They didn't clear their gardens or pick up litter from the streets. The town never looked clean, but the people didn't seem to care. Afolabi, the head of town, was very upset. He tried to get the people to look after the town, but it was no good. They cleaned it up for a few days and they just went back their old lazy ways. Қазақшаға аударатын болсақ, баяғыда Африка халқы өте жалқау болған. Олар жай ғана ештеңе істегісі келмейді, олар бақшаларын және көшелерін тазаламайды қоқыстан. Қала ешқашан таза көрінбеген, бірақ адамдары оған мән бермейтін сияқты. Афолаби деген олардың топ басшылары өте ренжиді, және олар халқына жинаңдар, тазалаңдар деп айтудан шаршаған. Олар бірнеше күн бойы тазалады, содан соң олар қайтадан бұрынғы жалқау кейпіне қайтадан түседі, яғни қайтадан лас кейпіне қалады. One day a very strong current sent
person believed through the town. It blew down a tree and threw it across the main road of the town. Nobody wanted to do anything about the tree, so they just left it there. People climbed over it when they wanted to go from one end of the town to the other. Afolabi was very angry and decided to teach them all a lesson. He told his servants to be called next to the tree, put a bag of gold in it. Then he waited. Bir күні ауылда күшті дауыл соғады және ол ағашты құлатып, қаланың негізгі жолын жауып тастайды. Ешкім ағаш туралы ойлағысы да, оны алғысы да келмейді. Сондықтан оны сол күйінше қалдырады. Адамдар қаланың бір шетінен екінші шетіне өткісі келгенде оның үстіне шығады, бірақ Афолаби ашуланып, барлығын үйретуді ұйғарып, ол өзінің нөкерлеріне, өзінің қызметшілеріне ағаштың астынан шұңқыр қазып, ішіне бір дорба алтын салуды бұйырады. Және ол күтеді. Яғни кім оның астындағы, кім болсын ағашты қозғалтса, сол оған сыйақыға ие болады деп. The next day, Amaki, a poor farmer, saw the tree and stopped to try move it. He wasn't strong and it was a difficult job. Instead of helping Amaki, the people of the town just made fun of him. Afolabi heard of Amaki the farmer and sent his servants to help him. Келесі күні кедей екінші Амаки деген болады. Ол ағашты көріп, оны жылжытуға тырысады, бірақ оның күші жетпейді. Қала тұрғындары оған көмектесудің орнына оның үстіне мазақ етіп күледі. Афолаби екінші Амаки туралы естіп, оған көмек ретінде өзінің көмекшілерін жібереді. Ол суреті тұр. Мынау Амаки және бұлар қаланың тұрғындары. Next, thank you for trying to help, Afolabi said to Amaki when he saw. Now, I want to dig beside the tree. Amaki did as he so told, and very soon he saw a huge bag of gold coins. Көмектесуге тырысқаның үшін рахмет, деді Афолаби Амакиге. Оны көргенде, енді менің ағаштың жанында қазуды қалаймын. Амаки оның айтқандығын орындайды, және ол көп ұзамай ол үлкен алтынды тауып алады. Those coins are yours, said Afolabi. Amaki could hardly believe his luck and thanked him. No, don't thank me, said Afolabi, and turned to look at the people of the town who were by now staring in shock. May this be a lesson to all. Never come to those who work. Енді мұна тиындар, алтын тиындар сенікі деп айтады Афолаби. Ал Амаки өзі бақытына сенбей алғысын білдіреді. Жоқ, маған рахмет айтпай-ақ қой деп айтты Афолаби. Қазір қарап тұрған, яғни өз көздеріне өзі сенбей тұрған халықтарына бұрылып, бұл барлығыңа сабақ болсын. Кім еңбек етсе, соған үлкен сыйақы болады. Яғни еңбек етсең сыйақы аласыңдар деген түсінікпен.
Еңбек еткендерге сауап бар. Reward деген сыйақы. Келесі екінші тапсырма. Дұрыс жауаптарын белгілейміз. A tree blocked main road. People of the town climbed instead moved. Polite servants put some gold ball in the tree and make it gold because he wasn't lazy. Келесі тапсырма. Бұл енді тақырып еңбек етсең ерінбей тояр қарның тілеме, немесе еңбек түбі береке деген тақырыптарына келіп тұр. Біздер оқыған мәтін Амаке және Афалаби жайында, және Ерінчек қаланың тұрғындары жайында. Келесі жоғарыдағы 100-ші бетте бұл жерде суреттер берілген. Spaceship, planet and the alien, spacecraft, telescope, және astronaut. Ары қарай жоғарыдағы суреттерге қойғымыз керекпіз. Мынау телескоп, екінші space suit, ол костюм, ғарыш костюмы. Және rocket, ракета, alien дегеніміз ол инопланетян, planet, планета, астронавт, астронавт, spaceship деген космический корабль, ал комета. Үшінші тапсырманы орындаймыз осындағы. It is a piece of rock that looks like a bright star with a tail. It is comet. You have to use when you travel in space. Spaceship. Astronaut must wear this in space. It is space suit. You can use this to look at stars and planets. Its telescope. It is a place where people live and work in space station. A being from another planet, it's alien. Оқушылар видеоны паузаға қойып, көшіріп аламыз керекті тапсырмаларды. Next exercise 4. Look and read. Write yes or no. There is a comet. Бұл жерде комета. Yes. The aliens are flying in the rocket. No. They just looking. The aliens wearing a spacesuit? No. Astronaut is wearing spacesuits. The aliens can see a rocket through in the telescope. Yes, they can see. The astronaut in the rocket is in the rocket. No. The astronaut is in front of rocket.
Оқушылар, біздер қазір 101 бетке дейін орындадық. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелеміз. Goodbye. Сау болыңдар.